Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін заттың салмағы туралы сөйлескім келіп тұр. Менен бірнеше оқырман сұрап жатыр, заттың салмағын қалай білеміз деп. Соған мысал ретінде бір затты алып көрейік. Мысалы, мына велосипед тұрған. Басайық, мінекей, бірінші тұрған велосипедті басамыз. Енді басқаннан кейін астына қарай түсіреміз. Астына қарай түсірген кезде міндетті түрде оның шамамен көрсетілген салмағы болады. Қазір қарайық, мында бар ма, жоқ па. Көбісінде осы астыға қарай түсіргенде мына жерде жазулар бар ғой. Осы жерде шамамен салмағы көрсетіледі. Мұнда салмағы көрсетілмеген сияқты, төменге түсіп қарайық. Төменге түсіп қарайық. Мына жерде бүкіл описаниялар көрсетілген. Мінекей, астына қарай түстік. Мына жердегі жазуларды скрин жасап переводчикке саламыз. Переводчикке салғаннан кейін осы жерде жаңағы салмақ ненің салмағы екенін көрейік. Мінекей, 1,5 килограмм деп жазылып тұр. Яғни мына велосипедтің салмағы 1,5 килограмм. Астына қарай, мысалы, қанша жас аралығында, бойын ұзындығы барлығы осында көрсетілген. Осылай тауарды астына қарай түсірсеңіз, салмағы көрсетіледі. Енді егерде салмағы көрсетілмеген жағдайда, мынау тұрған домалақ бар ғой, сатушымен сөйлесу, осыған басасыздар. Осы жерге жазасыздар. Салмағы қанша деп. Яғни оны да сіздерге көрсетейін. Мысалы, переводчикті аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Русский, китайский. Вес какой деп жаза саламыз. Мысалы, мына астында перевод шығып тұр. Осыны аласыздар. Копировать етесіздер. Мына жерге әкеліп, мінекей, вставить дегенді басасыз, қызыл кнопканы басасыздар, бұл уже сообщение кетеді. Және жауабын күтесіздер. Немесе енді сіздердің мен телефоныңызда ондай функция бар ма, жоқ па білмеймін. Менде мысалы переводчикке шықпай-ақ, мына жерді бассам, қателеспесе, менікі қайда кетті? Өзімде автоматты түрде переводчикке салу бар. Мінекей, мына настройкада тұр. Міне, осы жерде міне аударма тақтасы деп тұр. Орыс тілі, қытай тілі. Міне осы жерден мен вес сколько дей салам. Міне. Ой, то есть мына жерге жазады дейміз ғой. Вес сколько? Мінекей, артынша уже бірден қытайша бізге переводын жасап тұр. Осының орысшасын өшіре саламыз, қытайшасын қалдырамыз да, қызыл кнопканы басқан кезде уже бізде автоматты түрде жағы қытайша жазу кетті. Ақпарат пайдалы болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, парақшаға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта көптеген ақпараттармен бөлісемін.